Баршаға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Ақталудың қажеті жоқ. Чемпион Алимханұлы мен Головкинге батыл ұсыныс жасады. Орта салмақта WBS ұйымының уақытша чемпионы Карлос Адамис дивизион мықтыларының турнир ұйымдастыруды ұсынды. Орта салмақ боксшылары бұрынның бары эпикалық болды. Мен сол дәуірді қайтарғым келді деп жазыпты ол Twitter желісінде. Осыдан кейін Адамис өзге чемпиондар Геннадий Головкин WBA Super IBO, Жәнібек Әлімханұлы WBO, Жермар Чарло WBS, Эрсланда Лара WBA Regular. Мен WBO рейтингінде бірінші тұрған Хайма Мугняға ұсыныс жасады. Орта салмақта тарих турнир ұйымдастыруға оның жалғастыру жауапкершілігі біздің мойнымызда. Мен ең мықтымын және оны паш етемін. Телевидение, платформа, промоутерлер алдында ақталудың қажеті жоқ. Жұдырықтасқысы келген боксшы амалын табады деп жазыпты Карлос. 20 нокауты бар бразилиялық Алимханұлымен жекпе-жекке келісті. Бразилиялық боксшы Эскива Фалкао орта салмақта WBO чемпионы Жәнібек Әлімханұлымен жұдырықтасқысы келеді деп хабарлайды. Жәнібек Twitter желісінде келесі кім деп жазған болатын. Мен келе жатырмын деп жауап жазыпты бразилиялық. Мен конкурс жариялап қойғанмын достар. Конкурсқа қатысу тегін болады. Осы видеоның астына комментариясыға жазамыз, лайк басамыз достар. Конкурсқа басты приз iPhone 11 қойылған. Екінші орынға 30 мың теңге, үшінші орынға 20 мың, төртінші орынға 5 мың, 10 мың, осылай кете береді достар. 20 адамға дейін мен ақшалай сыйлықтар беретін боламын. Не істеу керек? Қазірдің осы комментарияға жазамыз достар, қатысам деп, лайк басамыз. Екеуі де 200 лайк, 200 комментария болатын болса, мен конкурсы бастайтын боламын. Баршаға саттылық.